Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге дәмі өте ерекше, жегенде ауызда еритін банафи тортын үйрететін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға еріген сары майымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 2 жұмыртқаның сарысын салып, және араластырамыз. Араластырып алдық. Енді қопсытқышымызды ұнымызға салып араластырып, аз-аздан салып, қамыр илеп аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, осылай араластырып тұру керек. Себебі оның бәрін бірден салып қолдансаңыздар, қамырымыз қатып қалуы мүмкін. Қасықпен қою болғанша жақсылап араластырып алдық. Енді қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Қамырды жақсылап илеп алдық осылай. Енді пленкаға салып, холодильникке 20 минутқа тұрғызып қоямыз. Міне, қамырымыз 20 минут тұрды. Осылай формаға салып, жайып шығамыз. Егер де қаласаңыздар, алдымен оқтаумен жайып, сосын формаға салсаңыздар да болады. Менде форма 28 сантиметрлік форма. Басқа форманы қолдансаңыздар да болады. Міне бәрін жайып алдық. Енді шаншықмен осылай ортасын тесіп шығамыз. Шаншықмен міндетті түрде тесіп шығу керек, әйтпесе ортасы ісіп кетеді. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста шамамен жарты сағаттай пісіреміз. Қамырымыз дайын болам дегенше кремді дайындаймыз. Ең алдымен 33% салқын сливкиді осылай азырақ миксерлеп аламыз. Кішкене қоюланып бастағанда сахарная пудра, 1 қасық творожный сырымызды салып, жақсылап креміміз қою болғанша миксерлейміз. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Кем дегенде 1 күн холодильникте тұрған болу керек, әйтпесе креміміз формасын ұстамайтын болады. Енді крем дайын, кондитерский мешогымызға салып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді вареный сгущенкамызды салып, жақсылап жағып шығамыз. Толықтай қамырдың бетіне вареный сгущенканы жағып шығу керек. Вареный сгущенканы жағып алдық. Енді бөліктерге бөлінген бананымызды осылай бетіне теріп шығамыз. Банафи тортқа қажетті бүкіл заттарды описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден көріп, өздеріңізге қажетін алсаңыздар болады. Мінекей бананның бәрін қойып шықтық. Әдемі болды осылай. Содан соң бетіне кремімізді жағып шығамыз осылай. Крем жағуға басқа да насадканы қолдансаңыздар болады. Бірақ осы насадкамен ерекше әдемі болып шығады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамда басқа да ерекше керемет рецепттер бар. Қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Осылай кремдердің бәрін жағып шығамыз. Кондитерский мешокта қалып қойған кремдерді осылай арасына жағып жіберсеңіздер болады. Торттың бетін өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Қаласаңыздар фрукты, шоколад қолдануға болады. Мен какаоны қолдандым.
какаоны осылай аз-аздан салып себелеп шығамыз, себебі көп салсақ, бетіне көп түсіп кетуі мүмкін. Мінекей осылай әдемілеп сеуіп шығамыз. Осылай банафи тортымыз дайын болды. Осылай ерекше әдемі болып шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.